Сәлем достар, далаға жаз келіп қалды, адамдар таза ауа жұтуға шығып жатыр, адамдар велосипед теуіп жатыр, электросамокат теуіп жатыр. Бірақ электросамокат әркімнің қолында бар емес. Сондықтан Нұр-Сұлтанға және Алматыда JET деген сервис пайда болды. JET деген сервис электросамокаттарды арендаға береді. Бұл 399 арнасы. Бүгін осы сервис туралы сөйлеспейді. Ал енді осы сервистің бар екенін білесіздер, енді оның қалай қолдану керек екенін жайлы сөйлесейік. Біріншіден, осы JET Sharing-тің қолданбасын смартфонға орнату керек. Екіншіден, өзіңіздің ұялы телефон нөміріңізбен тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін экранда үлкен карта шығады. Ол картада көк дөңгелекпен П әрпімен сол жаңа электросамокаттардың тұрақтары белгіленеді. Соларға басып, сол тұрақтың суретін көруге болады. Көбінесе сол тұрақтың суреттері болады, бірақ кейде басқа бір тұрақтың суреті болуы мүмкін. Одан басқа сұр нүктелерді де көруге болады. Ол сұр нүктелер электросамокаттардың өздері. Сол нүктелердің біреуіне басып, сол жеке электросамокаттың жеке нөмірін және батареясының қуатын көруге болады. Батареясының қуаты пайызбен де көрсетіледі, неше километрге жететіні көрсетіледі, неше уақытқа жететіні көрсетіледі. Одан басқа астында екі батырма болады. Бір батырмамен электросамокатты броньдауға болады, екінші батырмада жаңағы электросамокатты жалдаудың құнын көруге болады. Электросамокатты броньдау үшін сол электросамокаттан алыс жүрмеу керек. Бірақ нақты неше километр екенін айта алмаймыз. Сонымен электросамокатқа келгеннен кейін ортадағы ең үлкен көк батырманы басып, QR-кодты сканерлеу керек. Бірнеше жерден келісімшартқа келісетініңізді білдіріп, картаңызды байлау керексіз. Картаны байлағаннан кейін жалдауды бастайсыз. Электросамокат көбінесе бірден қосылады. Бірден қосылмаса да, ары кетсе 1 минутта қосылады деп JET өздері жазады. Одан кейін мініп жүре бересіз. Бәрі оп-оңай сияқты көрінеді, солай ғой. Тіпті өздерінің сайтында 3 батырманы басу арқылы кез келген адам электросамокатты жалға ала алады деп жазылған. Неге олай жазғанын мен өзім түсінбеймін. Себебі бұл сервис жап-жаңа, адамдар оны дұрыс қолдануды әлі білмейді, оған тіпті үйреніп алу керек. Әзірше бұл сервис жабайы көрінеді. Ал енді осы сервиспен қолдана бастау үшін алдымен білу керек деген бірнеше нәрселерді айтып кетейік. Біріншіден, байлаған картаның балансында кем дегенде 1000 теңге және оның үстінен жалдаудың құнын төлейтін ақша болу керек. 1000 теңге уақытша залогқа алынады. Яғни жалдаған кезде 1000 теңге алынып, жалдау біткеннен кейін 1000 теңге қайтадан қайтарылады. Осы жолы барғанымыз біздің екінші рет болды. Себебі бірінші рет барғанымыз сәтті болмады. Бірінші рет келген кезімізде электросамокат қосылып, бірақ ол жүрмеді. Бірақ қолданбада электросамокат әлі қосылып жатыр деп жазылып тұрды. Нұсқаулық бойынша қайтадан көріп едім, бұл электросамокат қолжетімсіз деп шықты. Одан кейін картаға қайтып кірдім. Сөйтсем, картаның жоғарғы жағында жалдаманың басталғанын көрсетіпті. Соған бастым. Ішінен қарайым, күту режимі бар екен. Күту режимін басып, қайттан қоссам, самокат жүре ме деген ойда болғаным. Бірақ өкінішке орай ештеңе болған жоқ. Мен самокатпен жүре алмай жатырмын, бірақ аренданың теңгесі кетіп жатыр. Жарайды дедім де, жалдауды тоқтаттым. Ол маған самокатты орнына қойып, фотоға түсір деді. Ауыр, жүре алмайтын өшіп қалған самокатты орнына қойдым, фотоға түсірдім. Жарайды дедім енді. Мүмкін осы электросамокатпен жолым болмай қалған шығар. Басқасын қосып көрейін деп көрдім. Бірақ өкінішке орай картамда уже ақша болған жоқ, себебі залог қалған 1000 теңге қайтып келген жоқ, және оның үстінен 170 теңгені 2 минут қалды. Бағасы 35 теңге болған еді, бірақ 4 минуттың құны 2 минутқа кетіп қалды. Неге олай болғанын түсінбедім, бірақ алғашқы әсерім жаман болды. Осы жолы екінші рет келдік, басқа картамен келдім, ол картада ақша жеткілікті болды, сондықтан барлығы жақсы дұрыс істеп кетті. Сондықтан қайтадан айтып кетейін, байланған картада кем дегенде 1000 теңге және оның үстінен жалдауды төлейтін ақша болу керек. Ал енді тағы бірнеше фактыларды айтып кетейік. Біріншіден, электросамокат 100 кг адамды көтере алады. Екіншіден, бір электросамокатты 2 адам бір уақытта айдауына тыйым салынған. Үшіншіден, электросамокаттың ең жоғары жылдамдығы 26 км/сағатына дейін жетеді. Ал енді басқа сұрақтарыңыз болса, жауаптарын осы JET Sharing-тің өзінің қолданбасынан таба аласыздар. Мысалы, әлі күнге дейін адамдар бір электросамокатты 2 адам айдауына болмайтынын білмейді. Ол көбінесе қыз бен жігіттерге байланысты. Сондықтан, кем дегенде өздеріңіздің сақтықтарыңыз үшін осы сервис жайлы оқып, электросамокатты қалай қолдану керек екенін біліп жүріңіздер. Ал сіздермен болған 399 арнасы каналға жазылып, қоңыраушаны түртіп, лайк басып, астына пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Ал біз сіздерге осындай да және басқа да қызықты нәрселерге шолу жасайтын боламыз. Көріскенше.